тек қана ақша, денсаулық ол емес. Бұл жерде сіз өзіңіз дамисыз. Жер көресіз, ашыласыз, танысасыз, достарыңыз көбейеді. Әр қалада, әр мемлекеттерде достарыңыз көбейеді. Көп нәрсе аласыз бұл саладан. Егер сіздер кірісіп, нақты шешім қабылдап жасасаңыз, үкіметтің жұмысындағыдай. Үкіметтің жұмысында біздер барлығымыз не істедік, таңертеңнен кешке дейін сол белгілі бір зарплатаға жұмыс жасадық. 40 жыл жасаймыз, бір айда зарплатаны алу үшін біз неше күн жұмысқа барамыз. Бізде шаруам шығып қалды, қонаққа бару керек, қонақ келді десеңіз, жұмыстан жібере ме? Күнде. Жібермейді. Енді қараңыз, біздің жұмыста көп адамдардың жетістікке жетпейтінінің себебі сол жұмыстағыдай бұл жерде жасамай тұр ғой. Неге жасамайды? Себебі өнімді алады, қызығады, бәріне ақша керек. Тіркелу, бәрі тіркеледі, оңай тіркелу. Тіркеледі, өнімді алады, ішеді. Жақсы екенін өзі біліп тұр жақсы екенін. И соны жан-жағына айтқысы келеді. Айтады, жақсы нәрсені айтамыз ғой. Бірақ көп адамдар не істейді? Түсінбейді. Түсінбейді, Ой, бірінші ауырып алайын, бірінші ауырайын дейді, больницаға түсейін, бір жағымды алдырып тастайын кесіп, сосын барып алып ішемін дейді. Роботтар сияқты, Кәдімгі уверенно айтады еще. 500 жыл өмір сүретін сияқты сөйлейді оны. Сосын барып көрерміз дейді. Ол қай қазақ болсын, ол қай ұлт бола берсін, барлық мемлекетте мен сол сұрақты қойсам, бәрі солай айтады. Бәрі айтады, Әзербайжанға барсам да айтады, мен күшті ішіп жатырмын дейді. Айналама айтсам, сенбейді дейді. Россияға барсам да соны айтады. Татарстанға барсаң да соны айтады, Монғолияға барсаң да соны айтады, Өзбекстанға барсаң да соны айтады. Америкаға барсаң да соны айтады. Адам болғаннан кейін барлық ұлтта сондай, тек қана Қазақстанда, тек қана Қызылордада емес. Барлық жерде солай. Сол себепті барлық адам жетістікке жетпейді. Неге? Себебі адамдар осы бизнеске келгеннен кейін істейді. Бизнеске келеді, өнімді алады. Өнімді алады. Мына жерден өнімді алды. Енді жұмыс жасап бастаған кезде отказдар ала бастайды. Бір адамға айтады, екінші адамға айтады, үшінші адамға айтады, төртінші адамға айтады, бесінші, алтыншы, жетінші адамға айтады. 107-ші адамға айтады. Мынаның бәрі отказ береді. Бірақ көп адамдар 10 адамға келген кезде 10 адам отказ береді ғой. 10 адам. Қойш дейді. Оған дейін офиске келіп жүреді күнде. Әйтеуір бір үміті бар. Өтіп жатыр обучение. 10 адам айтқаннан кейін жатарда ойланады сосын. Күнде үйіне барып жатқан кезде. Осы менікі емес сияқты. Менің жасым келіп қалды. Осы жастардың жұмысы. Жастар жасасын. Деп сылтау іздей бастайды. Бірақ өзі тіркелді басында. Ол кезде жастар деп айтқан жоқ. Алып алды кәдімгідей. Орын алып қал, ананы алып қал, акциямен алып, бірдеме кәдімгідей алды, продукцияны. Сөйттіңіздер ме? Енді айналаңызға айта бастаған кезде примерно 10-20 адам жаңа әңгімені айтқан кезде не істейсіз? Жатарда ойланған кезде не істейсіз? Қойшы, осы бір өзінің специальный адамдары болады осының. Біздер соларға жұмыс жасау керекпіз. Бәріміз соларға жұмыс жасаймыз. Басында тіркеліп алған барлығы. Басында миллионерлер әйтеуір ақша түседі соларға. Сол сөзді айтқан сайын айта бересіз ғой. И солай жүре бересіз. Сіз шынымен де үкіметке барып біреуге жұмыс жасайсыз сосын. Шынымен де біреуге жұмыс жасаймыз ғой. Аспайды зарплата 150, 200, 300 мың. Менде бұрын солай болды, мен де біреуге жұмыс жасадым ғой. Кондуктор болдым, жаңағы таксист болдым, темір жол жасадым. Пекарнида жасадым, анда жасадым, мында жасадым. Сол жерде мен түсіндім, мен что біреуге жұмыс жасап жатқанмын. Мен уақытымды біреуге сатып жатыр екенмін. 40 жыл күнде 12 сағат жұмыс жасаған кезде ол қанша сағатым кетеді. И потом түсіндім, сетевой бизнеста бір айда 10 миллион, 20 миллион табуға болады екен. 1 миллион теңге. Ол кезде мен үшін
1 миллион деген үлкен ақша болады. 1 миллион теңге тапсам, мен уже миллионер болып кетемін деген сияқты. Оказывается, 1 миллион ол вообще жетпейді. Шынымен де, мына қазіргі неде 21 ғасырда расход өте көп. Бұрын телефон болған жоқ баяғыда. Қазір каждый бір семьяда неше телефон бар үйде, білмеймін. Бір семья отбасыда қанша телефон бар? И то бәрің смартфон ұстап алғансыңдар ғой. Баяғыда болған жоқ қой смартфон, неше смартфон ұстап алғансыздар? Заман талабына солай болып отыр. WhatsApp-қа кіресіздер барлығыңыз. Кезінде осы смартфон шыққан кезде ұрыстыңыздар сіздер, үлкен кісілер ұрысты әйтеуір. Не болып кеткен бәріңізге маймылдар ұқсап бүйтіп жаңағы, бүйтіп отырсыңдар, сөйлеспейсіңдер біздермен деп. Енді қарасаң өздері сөйтіп отыр. Жаңағы WhatsApp бар, таныстар, чатта сөйлесеміз достарымызбен. Bir жағынан ол бір жағы жақсы, бір жағы андай ғой. Алыстағы ағайындармен сөйлесеміз жақсы ол бір жағы. Просто 21 ғасыр обновление болып жатыр. Мына жерде айтайын дегенім, жетістікке кімдер жетеді? Жетістікке 107-ші адам отказ берсе де, ол 108-ші адамға айтып жатқан адам жетістікке жетеді. Сіз 999 адам отказ берсе де, 1000-ші адамға айтуға дайын тұру керексіз. Но көп адамдардың шыдамдылығы осы екі ортада сынып атады. Сосын сетевой бизнестен кетеді. Қайда кетеді? Біреуге жұмыс жасауға барады. Енді өмір сүру керек қой, не істейсің? Өмір сүру керек, тамақ бар. Қазір біз қозғалғанымыз ақша ғой, бүйтіп қозғалып қалсақ ақша. Таксиге мінсең не істейді? Бесплатно тегін апармайды. Баяғыдай емес. Любой танысың болса да проездін алады. Неге? Себебі газ құю керек, бензин құю керек, семьясын бағу керек. Бұл сетевой бизнеста үлкен мүмкіншілік бар. Бірақ ең қиыны осы міне. Басқа жол жоқ. Біздерде неге айтып тұрмын оны? Бізде үкіметтің жұмысындағыдай диплом сатып алып, таныс крышаға телефон соғып, жоғары қарай өтіп кетейінші деген өтпейді. Бізде ондай жоқ, өкінішке орай. Ол тек қана үкіметтің жұмысында. Оқымаған балдарды алып келеді да, диплом сатып алған не істейді? Танысы бар, көкесі бар, баратта кондері бар кабинетке күшті должностьқа отырғызады. Күшті 1 миллион зарплатада отырады. Ал білетін адамдар қарапайым жұмыс жасап жүреді. Дұрыс па, шын ба? Төменге қара жұмыс жасап жүреді. Ал біздің сетевой бизнеста ондай жоқ. Кім еңбектенеді? Бірақ сол үкіметтегі еңбектенгеніңізді именно осы жерге келген кезде жасамай қалады адамдар. Бірақ сіз соны ан жақта 40 жыл жасадық, біз жасаймыз соны. Күнде таңертеңнен кешке дейін бір нәрсені қайталап жатырмыз ғой үкіметте, солай емес па? Или әр күні әр түрлі жасайсыз ба? Мұғалім не істейді? Күнде сол сабақ өткізеді ғой. Дұрыс па? Біздің жұмысты да тура сол бір жұмысты күнде қайталау. Соны әдетке айналдыру. Басқа сверхъестественный ештеңе жоқ біздерде. Басқа обучение қажет жоқ. Осы әрекетпен сафирге дейін жете аласыз, спокойно. Серебро золотоға дейін осыны өзіңіз жасап команда жинайсыз. Сосын сол командаға соны үйретесіз, сопровождение жасайсыз, сөйтіп жүріп директорге барасыз. Сол кезде сізде доход да жақсы болады, статусыңыз да бәрі де жақсы болады. Андай өзімен өз статус алып кетеді деген чудо жоқ. Сіз мейлі әртүрлі тәсілмен жасауға атынан, онлайн, офлайны бар, таргеті бар, анау бар, мынау бар. Бірақ адамдар не істейді? Осы жерге келген кезде тағы қателеседі. Мұның тәсілдері бар әртүрлі. Біреу онлайн жасайды, біреу офлайн жасайды, біреу таргет дейді. Біреу қандай, сондай медитация, біреу бірдеме, шірдеме, оқиды, жүгіреді, секіреді, в общем. Сондай түрлі обучениелері бар, практика жолдары бар. Адамдар не істейді? Бір қаладан бір лидер келеді, обучение жүргізеді осы жерде. Ол мынаның ішіндегі біреуін күшті қылып айтады. Соның маманы осының ішінде біреуінің. И біздің миымыз не істейді? Мынаның біреуіне 100% кіріп кетеді мына жерге. Мынаның бәріне крес қойып тастайды. Фокус 100% мынаяқтан қуып кетеді. Ол адам сіз бұрын мынаны жасап көрмегенсіз. Қисалаңдай бересіз мына жерге келген кезде.
Неге? Себебі сіздің икеміңіз мынаған келеді, например. Сіз қай жағынан сізде лучше получается, солмен жасай беру керек. Бірақ мына бір действие қалып кетеді тағы да. Мына бір әрекет күніге 2-3 адамға айту деген тоқтамау керек қой сіздерде. Ол тоқтамау керек. Мынандай бірдемелер келді ма, оларды да 10%, 20% дополнительно онда жасай беріңіз. Визитка тарат деген болды баяғыда, каттың жатады андай көшеде. Брошюрка. Онда жасай беріңіз, реклама беріңіз, ананда істеңіз, мынанда істеңіз, бірақ күнде 2 адаммен кездесу. Таргеті бар, анау бар, мынау бар, бәрін жасай беріңіз, бірақ күнделікті өзіңіздің жұмысыңызды ұмытып кетпеу керексіз. Просто офиске келіп отыру емес, офиске келіп отырдың, уақытың өтті, далаға кетті. Қазір 24 сағатта біз не істейміз, тоқтата алмаймыз. Бір жылдан кейін 25 жыл болады, тағы бір жыл өтсе 2026 жыл болады. Біздің Meirin Health компаниясының ашылғанына 5 жыл болады уже, 5 жылдығын тойлайын деп жатырмыз. Осы Қызылорда қаласына Meirin Health компаниясы арқылы мен Қызылорда қаласында сіздермен таныстым. Мен бұрын вообще Қызылорда қаласына келіп көрмегенмін. Бір ағайын туысым жоқ мына жақта. Бірақ осы компанияны 19 жыл бастағаннан кейін 19 жылдың аяғында осы Қызылорда қаласынан партнерлар бастады осыны. Әлі күнге дейін жасап жатыр. 20 жыл бастағандар бар, 21 жыл бастаған кісілер бар. 22, 23, 24 міне қазір бастап жатқандарыңыз бар. Но 24 қатып қалмайды, 25 болады, 26 болады. Біз келеміз, қолымыздан келгенше осы 5 жылдың ішінде қалай жолды өтіп жатырмыз, соны біз передавать етеміз. Ары қарай кімдер қабылдайды, ары қарай кім шешім қабылдап, соны күнде пайдаланса ғана жетістікке жетеді. Просто тыңдап кет қалғаннан тағы да не болмайды. Енді мына жерде слайд сіздерге көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Шалады, анық көрінбей тұр ма? Көрінбей тұр дейді. Не істейміз? Мына кісі енді бұлай айта берейін сіздерге, көрінетіндей қылып айтайын. Көрініп тұр ма енді? Анау мен ар жағында отырған. Бер жағында отырған біздің компанияның президенті. Көрінбей ақ қойсын, айта берейін былай. Сіз елестете беріңіз. Арман Тосқанбаев. Ар жағында мен деген мен ғой, міне тұрмын ғой. Бер жағындағы Арман Тосқанбаев деген біздің президент. Meirin Health компаниясының президенті Арман Тосқанбаев деген. Біздің Қазақстанда единственный, былай айтсам, қарапайым кісі, қарапайымдылығын кеше көрдіңіздер. Біздің Батыс Қазақстанда су апаты болды, көрдіңіздер де? Қайықтан көрдіңіздер? Телевизордан ба, соткадан ба? Соткадан, Су апаты болды. Сол кезде Instagram бәрі жер шулады, осылай Орал қаласында, андай, мұндай қаласында. Біздер сол жақта біздің офистарымыз бар, осындай офистарымыз бар. Сол офиста, сол жердің тұрғылықты осы сіздер сияқты тұратын партнерларымыз бар. Сол қиын жағдайда біздер сол қалаларға бардық, қол ұшымызды бердік жаңағы. Біздің президент лично өзі Қазақстан бойынша ешқандай осындай офиске барып көрмеген. Бірақ сол су апаты біздің президентті Орал қаласында офисқа апарды. Барды, Орал қаласында офисқа келді, бір апта Оралда жатты. Сол жерде құм тасыды өзі жаңағы. Қандай ақшасы көп болса да. Плюс 150 миллион теңге компанияны өздерінің атынан көмек берді. Олай қарағанда сетевой компания, Қазақстанда қандай сетевой компания сондай берді, мысалы, қайырымдылықтың несін жасады да. Біздің Қазақстанда қаншама сетевой компанияларды біз байытып жатырмыз да. Шетелдің компанияларын іштік қой бәрімізде, шынымен де. Американский компаниялардың витамин іштіңіздер, китайский компанияның витамин іштіңіздер, российский компанияның витамин іштіңіздер. Сол компаниялар қайда кеше, мысалы, жоқ қой сол. Біз оны мақтану үшін айтып жатқан жоқ, сол бізде компанияның басшымыз қарапайымдылығын айтып жатырмыз. Біздің осындай қиын жағдайда өзі барып, халықтың алдына келіп, партнерлардың алдына келіп, сол жерде тағы да таңғалады да, біз құм тасып жатырмыз бәріміз. Енді тракторлар жетіспей жатыр ғой енді, құм таситын. Біздер қыздар, апалар, әжелер бәрі құм тасыды. Сол жерде құм жетіспей жатыр. Экскаваторлар жетіспей жатыр. Жолдың бойына шығып, өзі бір трактор кетіп бара жатыр екен, өзі тоқтатты. Мына жақта біздер осылай құм тасып жатыр едік, бір көмектесіп жібересің бәлсе, бір сағаты 18 мың теңге дейді.
өзі Оралда тұратын адамдар сол қалады. Сондай да енді хорошо, мен өзім төлеймін ақшаңды, жүр кет, жетіспей жатыр тракторлар. Мысалы ондай нәрселерді де жасап жатыр. Енді көп қой мелочтар, оның бәрін интернетте айтыла бермейді ол. Сондай кісінің артынан еріп жатырмыз біздер. Біз қазір сондай компаниядамыз. Бұл алпауыт үлкен компания. Біздің мақсат әрбір қазақты Қазақстан бюджетіне ай сайын үлкен қаржы налог төлесек. Сондай мақсат қою керек алдымызға. Үлкен налог төлейтін болсақ, сіздің жағдайыңыз автомат түрде жақсы болады. Автомат түрде біздің Қазақстанымыздың экономикасы Корея, Япония сияқты өте үлкен болады. Қазір бізде неге Қазақстанда ондай болмай жатыр? Біз әлі ол уровеньге енді келе жатырмыз. Көптеген жеке кәсіпкерлер налогты как положено төлемейді ғой. Менде өзім бұрын болды, шиномонтажым. Кішігірім районда тұрғанда. Мен налог дегеннен қашқанмын, қорқып. Басында ашқаннан кейін. Ашуын аштым, қуанып. Но нөлевоймен отырдым. Ашуын ашасың ғой енді қорыққаннан акиматтан. Ашасың, бірақ упрощенка 3%-бен, оның отчетында қарық қылып, бірде-бір тиын қалтаңнан шығарғың келмейді. Өзің қалтаңда ойлай бересің. Бірақ біздің компанияда сен өйтіп тығып көрсете алмай, өйтіп істей алмайсың. Ондай жол жоқ бізде. Ашық түрде барлығы. Қалша ақша түседі сенің неңе. Сонша сен ИП-ға шығарасың полностью. И полностью соның жаңа белгілі пайызын налогын төлейсің. Енді қаншама біздің мақсатымыз, миссиямыз сіздерді осы жерден сондай табыстарға шығарып, әрқайсыңыз осы налог төлесеңіз. Айына 1 миллион налог төлеймін деп мақсат қойыңыздар. Айына 1 миллион теңге налог төлеймін деп. Сонда сіздің зарплатаңыз 10 миллион теңге болады. 10 миллион теңгенің 9 миллион теңгесі қалады, 1 миллион үкіметке төлейсіз. 9 миллион жете ма? Нормально ғой? Болды. Әрқайсыңыз 1 миллионнан төлейтін болсаңыз, жақсы емес па? Бізде каждыйымыз жеке кәсіпкер боламыз. Здания салып, басыңызды ауыртпайсыз. Бәрі телефонда. Компания өнімді алып келу, документін жасау, барлығы компания басын өздері ауыртады. Өнім өзі келіп тұр міне астына. Новый өнім дедіңіз, новый өнім де шығып жатыр. Акция дедіңіз, акция да шығып жатыр. Офис тегін. Просто күнде 3 сағат келіп жұмыс жасау. 8 сағат емес. 3 сағат. Кім күнде жұмыс жасай алады, сондай ақша табу үшін? Кім дайын күніне 3 сағат жұмыс жасауға? Күніне 1 сағат жұмыс жасауға кім дайын? 1 сағат күніне үздіксіз. Солай жасап көріңізші, просто өзіңізді әдетке айналдырыңыз. Күнде. Вот сол кезде сізде жетістік болады. 1 сағатта сіз бірталай жұмыс жасайсыз. Бірталай жұмыс. Енді келесі слайд. Менде ғой, өзімде екен ғой қазір. Мына кісі Марғұлан Сейсенбай деген кісі. Қазақстанда танисыз ба, танымайсыз ба? Бұны Россияда жүрсем, таксистер таниды бұны. Грозныйда жүрсең де таниды бұны. Дагестанда жүрсең де таниды. Марғұлан Сейсенбайды көп адамдар жақсы көреді. Неге? Қарапайым кісі. Үкіметтің адамы емес бұл. Бұл кісі миллиардер СНГ бойынша. 1 миллиард доллар ма қанша сондай ақша тапқан адам. Өз күшімен, сетевой емес. Өзінің білімімен. Енді осы кісі кеше тоже су апатында Орал қаласына өзінің МЧС техникасы бар екен. Сол полный техниканы Оралға жіберді. Соған біздің президент Арман Тосқанбаевты басшы қылып жіберді қасына. Соның қасында жүресің деп. Асару менің қайырымдылық қорына қосып, өзінің техникаларын жіберді Орал қаласында. 10 күндей жұмыс жасады техникасы. Тегін да. Ол техника суға кіретін, суға батпайтын, сондай үлкен адамдарды құтқаруға, үйлеріне кіріп шығуға, сондай техникалар. Барлығы Советский Союздағы техника емес, иномаркада, соңғы дамыған техникалар. Енді осы кісі біздің компанияның өнімін ішеді, біздің компанияны жарнамалайды.
Бұның білімі, обучениесі өте қымбат тұрады. Бұны үлкен банк, Народный банк, Каспий банк болсын, үлкен банктың үлкен президенттері сабағын алады бұның келіп. Үлкен строительный компаниялардың басшылары осыдан сабақ алады бұл кісіден. Қалай компанияны дамытуға, мекемелерді өсіруге. Осы кісіден біздің президент сабақ алады. Арман Тосқан. Мэрин Хелсті қалай международный уровеньге шығару. Осы кісі бізге направление беріп, қазіргі таңда біз Грузия, Азербайжан, Монголия, Өзбекстан, Россия осы рыноктарға күшті шығып жатырмыз. Прям представителімен, офисімен, сол жердің адамымен, сертификациясымен, платежный системасымен, барлығымен қазір біздің компания заңды түрде барлық жерде жасап жатыр. Осы кісі ертең 5 жылдықта өзінің білімімен бөліседі. Біздің компания 5 жылдық болады, 4 май, 5 май. Кімдер барады? Бармайым деген қол көтермеген кісілер, мына қол көтерген кісілерден сұраңыз. Не үшін бара жатырсыздар деп, қазір біткеннен кейін. Мына кісінің обучениесі өте үлкен ақша тұрады, бірақ біздің компания осындай кісілерді, спикерларды, мықты-мықты әншілерді, мықты-мықты спикерлардың білімін сіз 2 күннің ішінде 30-35 мың теңгемен ала аласыз. 2 күн. Полный операция жасап келесіз миыңызға. Полный. Қат, тарақан, марақан бәрі шығады, басқа адам болып келесіз. Көзіңіз жанып, қабағыңыз түйілмей, күліп отыратындай боласыз. Негізі жалпы бизнесте болсаңыз да, болмасаңыз да, жұмыс жүрсін жүрмесін, қабақтарыңызды ашып отырсаңыздар. Ол мен үшін емес, ол сіздердің денсаулықтарыңыз үшін, бірінші очередте. Сіздің денсаулығыңыз күшті болады сол кезде. Организм күшті жұмыс жасайтын болады. Настроениеңіз болмаса, сіз жабық боласыз. Сізде денсаулық процесі бұзыла бастайды. Стресс пайда болады. Сахар пайда болады. Тек кете береді андай. Новый аурулар шығып отыр ол қазір. Оның бәрі ақша жоқтықтан. Кредит төлеу керек, жағдай, анау стресс соның бәрі айқай шу. Соны жалпы біздің компанияда күлуді үйретеді. Тегін ол үйретеді. Просто офиске кіргенде күлу керексіз сразу. Онда офиске кіргізбейді сізді. Пропуск, смайлик қойып қойыңыз есіктің алдына. Есіктен кіргенде анан күліп кіру керек. Шыққаннан кейін жылайсыз ба, білмеймін. Ол проблема таусылмайды ешқашан. Күліп жүрсеңіз, мына жерде энергия басқа болады, энергетика. Энергетика басқа болады, и далада да күліп жүрсеңіз, адамдар сізге өздері тартылады. Магнит боласыз. Любой жерде сіз адаммен сөйлесіп кетесіз. Көшеде күліп келатсыз, күшті ғой, адам сізбен сөйлескісі келіп кетеді. Ана ішіп пісіп жатқанда, мына күшті кісі екен, күліп жүреді екен, кім екен, танысайыншы деп өзі жақындайды сізге. Болды ғой, сізге адам информация беретін адам табылады. Мына менің баяғы машиналарым. Жигули, Opel, Mazda. Нормальный машинам болды бұрын осындай. Көз үйренген, қарапайым, өзіміздің машинамыз. Түйіп жөндейсің, есігін түйіп, майысып қалса қайтадан былай жөндейсің. Үзіліп қалса проводтармен байлап, қызбай қалса итеріп, сөйтіп бұрын осын жүргізген таксовать еттік осы машинамен. Бірақ енді мен үшін тек қана мен осылардың ішінде жүруім керек деп ойладым. Себебі біздің доходымыз соған сай болды. Ақшамыз соған сай болды. Бәріне газ қондырамыз. Маңғыстауда газ ғой бізде, газ қондырамыз. Газбен жүреміз. Потом мен үкіметте жүргенде осындаймен жүрдім примерно. Үкіметте темір жолда снабженец болсам да, энергетикте жақсы статуста болсам да, ол жерде осы көлемде. Себебі жағдай не баяғы сол. Қабақ түйілген, кредит, қарыз, проблема, ой, қой, сөйтіп олай шақсы қой, жындылар, сендер қуасыңдар. Мен вообще айтпаңдар, әйел адамдардың жұмысы, анау, мынау. Сөйтіп жүрген кезде мен осы жерде жүрдім. Осы кругтың ішінде. Мына машина, одан кейін мына машина, қайтадан мынандай машина, қайтадан мынандай машина. Бұзылып қалады, сатасың, қайтадан ақша қосасың, әйтеуір кредит аласың, қайтадан мына машина аласың, таксовать етесің, әйтеуір өмір сүресің. Бірақ 40 жыл, 50 жыл жүрмегеніме Аллаға шүкір дейін да осылай. Кейбір адамдар солай жүре береді екен бір кругтың ішінде. Мен примерно 10 жыл жүрдім, осыны көрдім 10 жыл. 10 жылдың ішінде маған мұны ұнаған жоқ, ештеңе өзгерген жоқ.
бір Ақтау қаласынан шыға алмай жүрдім удостоверениемен. Паспортым да болмаған, загранпаспорт. Кімде загранпаспорт жоқ? Загранпаспорт ашу керек. Мен бұрын ойлайтынмын, загранпаспортқа соңға төлейтін ақшаны экономдайтынмын. Зачем мен үкіметке загранпаспорт ашып? Мен и так қалада шықпайтын болсам. Қырғызстан мен Россия сірә кіргізе береді удостоверениемен. Не керек ол загранпаспорт? Не керек ол саған деп еще ұрсып қоямыз өзім балаларымызға. Сөйтіп біз жауып тастаймыз екенбіз. Одан міне 19 жыл осы бизнесті бастаймын, 20 жылы міне біздің тұрмыстық жағдайымыз өзгере бастайды. Басқаша иномарка үлкен, бұрын армандайтын, қол жетпейтін сияқты болып тұратын еді. Осы көліктерді осы компаниядан тапқан табысымызға ала бастадық. Мынандай машина жаңағы. Одан кейін міне 22 жыл кеше 570-тік Lexus осы компания автобонысын орындап, қазір енді осы уақытқа дейін осы көлікпен осы Ақтау қаласына келген лидерлар көрді көздерімен. Осында да мініп келдім мен осыны. Осы Қызылордаға офиске. Мынау бұрынғы үйім, көрінбейтін шығар сіздерге. Кәдімгі жер үй, Веренкалсқа дейін, сыртының ремонт жоқ. Осында тұрдық, біз өмір сүрдік кішкентай кезімізден бастап. Ақтауда, Мұнайлы ауданында. Потом осы сетевой бизнесқа, Веренкалсқа келгеннен кейін, өзі ақша ауысып, сыртын ремонттап, үйге келетін адамдардан өзі ұялмай бастайсың. Мына жерде ұяласың, қонаққа да шақыруға үйге адамдарды. Класстасымызды шақыруға деген сияқты, студент кезімізде группаластарымыз шақыруға ұялатын едік, мысалы. Болады ғой, сол периодта өткен шығарсыздар. Бізде өттік содан. Одан кейін міне сыртын ремонттап, тем более қазақ болғасы. Сосын қазақтар ремонттай береді жер үйді қайта-қайта. Ішін ремонттайды, сыртын ремонттайды, каждый көктем сайын. Кешек осы жақында квартирный бонус жасап, районнан Ақтау қаласына көштім. Шығысты деген микрорайон бар Ақтауда. Бұл жерде осындай 3 қабатты таунхаус алдық. Осы компанияның жаңағы тапқан табысына, сосын жаңа бонусына. Осында қонаққа келді Қызылорда қаласынан. Новосельеге келген кісілер бар. Жалпы YouTube'та видеосы бар, потом қарап алсаңыздар болады сол үй жайлы. Но менің отбасым, 4 балам бар, осы інім бар, анам бар. Барлығымыз жыл сайын осы компанияның несімен, табысымен қазір жыл сайын біз шетелге саяхатқа шығамыз. Бұрын айттым ғой, мен Ақтаудан шыға алмайтынмын деп. Бізде үкіметте отпускіге шыққан кезде мен бұлай істейтін едім. Отпускіге аламыз. Бір апта үйде жаңағы боласың, ремонт жасауға, сосын жаңа отпускінің ойыңды шығарып алу керексің ғой тездетіп. Отпускінің ойыңды алып аласың да, сосын келесі айда зарплата түспейтінін білесің ғой. Сосын қайтадан айтасың жұмысқа барып, мен жұмысқа шақыршы қайтадан дейсің. Қайтадан жұмысқа шығасың. Сөйтіп саяхат түгіл қалаларды былай шығуға уақыт болған жоқ бізде. 10 жыл бойы солай жүрдім. Енді осы компания келгеннен кейін бізде қазір хоч не хоч бізде жылына 2-3 рет осылай поездкамыз бар. Семьяны қыдыртуға, өзіміз қыдыруға, жер көруге деген сияқты. Сол мүмкіншілік компания беріп жатыр. Соны алуға болады. Мынау менің спонсорларым Хамид, прямой спонсорым, одан жоғары Жадыра, Бота, Бриллианттар. Қызылордаға келді осы кісілер. Қызылордаға бәрі келді, осы компанияның лидерларын бәрін шақырдық. Бәрін сіздер тренингін өттіңіздер. Барлық білімді білесіздер. Білім толып тұр уже мына жерде. Просто простой действияны жасасаңыз болғаны. Мынау мен командамдағы лидерлар, мына Кенже ханым машина алды, осы бонус орындады. Асылай сіздердің спонсорларыңыз Қызылорда қаласының. Ол да келді, машинасымен. Келді, көрдіңіз, машинасын ұстап көрдіңіз, шынымен алды ғой, да? Кәдімгі жас декреттегі ана, әйел адамдар отыр, айтып отырмын. Келін бір отбасының баласы бар, балалары. Осындай ақша тауып жатыр, осындай көлік алып жатыр. Неге сіздерді алмасыздар? Хорошо, біз ер адамбыз, сіздер сылтау айтасыздар. Ой, ер адам, конечно, ол қалалада жүреді, анау жасайды. Мен бұрын вообще жуас болдым, сөйлемейтін, өзімен өзі сен темесе, мен теме, дұрыс айтасыз. Сондай болдым. Қазір міне шығып алдарыңызға сөйлеп тұрмын. Кеше осы Москвада болдым, Москвадан тіке Қызылордаға келіп тұрмын.
сіздерге келіп тұрмын. Москвада үлкен конференция болды, соған мені қонаққа шақырды орыстар. Выступать етші деп. Енді мен Москвада уже неше рет бардым. Москвада ол Татарстанда анда опыт жинадық қой әйтеуір барып бейт. Үйреніп алдық қой орысшасын. Сосын кеше бірінші рет өмірімде бірінші рет өзімнің немді рамкамды сындырдым. Жарты сағат тоқтамастан орысша сөйледім ғой. Бірақ келісіп алдым залмен. Залда көп адамдар отыр. Дагестан, Махачкала, Татарстан. В общем, әртүрлі қаладан келген сборный отырды. Қырғыздар да бар ішінде, орыстар да бар. Соны бәрін айттым. Мен қазір СНГ-нің тілінде сөйлеймін дедім. СНГ деген тіл бар менде. Оның ішіне не кіреді дедім. Оның ішіне қазақша да кіреді, қырғызша да кіреді, өзбекше де кіреді, орысша да кіреді, татарша да кіреді, бәрін кіргіземін дедім. Бірақ дедім, қате кетіп қалса, барлығыңыз шапалақтайсыздар дедім, қаттырақ. Жақсы болды қайта, іші пыспайды. Мен қате айтқан сайын, қате орысшамды айтқан сайын бәрі күліп шапалақтайды. Выступать етіп болғаннан кейін біраз сол местный орыстар келіп қолымды алды, суретке түсті, рахметін айтып жатыр. Мен қате айтсам да, біраз сол местный адамдар тіркелді біздің компанияға, бизнесқа. Енді Россияда вообще взрыв болайын деп жатыр. Взрыв деген енді күшті, жұмыс күшті жүрейін деп жатыр. 20 ғана офис бар Россияда. Бүкіл 150 миллион население бойынша біздің компания ресми түрде 20 офис ашылды қазір. О жақта жұмыс күшті жүріп жатыр. Ертең көресіз, жылдың аяғына дейін 100 офис болады Россияда. Вообще 100 офис болады. Айтайын дегенім, орысша білмейсіз ба, қорықпаңыздар. Мен де білмеймін орысша. Қате айтып жатырмын. Бірақ сол үшін сетевой бизнес ұнайтын жері сол. Бұл жерде комиссия, жюри деген жоқ. Үкіметтегідей. Сізді ешкім тексермейді қатеңізді. Күлсе, наоборот, күле берсін, сізге күшті күлген. Сіз энергия аласыз адамдар күлсе. Біздің жұмыс солай ғой. Қабақ түйу емес қой, күлу ғой. Біздің жұмыста. Ал үкіметте күлу емес, қабақ түйу, наоборот. Дұрыс па? О жақта қате айтсаң, күлсе дұрыс емес. Бізде күлсе дұрыс. Сол үшін қате айта беріңіз. Любой затты. Даже маркетинг планды четко пайызымен айтып керек емес. Қате айта беріңіз, қисық сыза беріңіз. Мына келген адам, простой адам, қарапайымша түсіну керек. Главное, сізде эмоция болу керек. Көзіңіз өртеніп тұру керек. Қате айта беріңіз. Қате айтқан сайын сіз жөнделе бересіз, сосын 10 рет айтқаннан кейін сіз өзі бар проценттерін үйренесіз қалай жазатын. Бізде не істейді офиста? Бір спикер маркетинг сызып атса, умныйлар отырады араларында. 5% емес деп қояды мақтан бір кісі. 6 деп жаз ана жерге. 6 деп жаз. Путевканы дұрыс айтпадың сен деп еще жөндеп отырады. Дұрыс па? Енді мен ванга емеспін, бірақ солай болып жатыр любой офисте. Тош менің басында өтті да сол. Мына адам қате айта берсін. Сіз үндемей отырыңыз, жаңадан келген адам оны бәрібір түсінбейді дейді отқан. Ол бірінші рет тыңдап отқанда не түсінеді? Ол түсінеді, эмоцияны түсінеді. Осы жердегі адамдардың көңіл күйіне қарайды жаңадан келген адамдар. Бәрі қабақтарын түйіп отырса, жаңадан келген қонағымыз бар мына жерде 2 кісі. Олар да қабағын түйіп кетеді. Бәріңіз күліп отырсаңыз, олар да күліп отырады. Бәрі шапалақтай берсе, олар да шапалақтайды. Дұрыс қой, иә? Сол себепті сіз әрбір маркетингті көңіл күймен күліп тұрып, кәдімгі жарқын айтатын болсаңыз, мына жер қате бола берсін. Ол түзеледі, адамдар кетеді ғой. Отырасыз өзіңіз, анализ жасайсыз. Сол кезде бір лидер айту керек. Пәленше, сен осы жерде негізі 5 емес 6 десең, вообще күшті болатын еді. Келесіде осы эмоцияңа просто 5 емес, 5-тің орнына 6 деп жаза қойды. Иә, күшті. Бол, сақтақ қояды, келесіде соны айтады. Бізде Тәукехан деген жігітті білесіздер ма? Шымкенттен. Директор жапты ғой жақында. Маркетинг планды білесіз ғой қалай айтатын? Өртеніп тұрып айтады, кәм, жерлеп тұрып, айқайлап. Бірінші бизнес бастаған кезде әлі стажер, менеджер өзі.
Бірақ деген маркетингті вообще білмейді ол. Компанияның продукциясын да білмейді, ештеңені білмейді. Бірақ эмоция ол айқайлап тұр. Ақша бар мына жерде, ақша бар. Мынандай табасың, екі адаммен мынандай табасың, үш адаммен мынандай. Да. Ана адамдар бүйтіп отырады, ол тіркеліп жатады ғой бәрі. Дым түсінбейді бәрі. Бірақ әйтеуір ақша бар екенін біледі. Компанияны біледі, продукцияны біледі, болды. Айнұр Аманшиеваны солай тіркеді ғой. Көрдіңіз ба? Айнұр Аманшиева дым түсінбеген ғой басында. Сұрайын ғой мен Айнұрдан қазір. Сен сол кезде түсіндің бе маркетингті? Жоқ, дым түсінген жоқпын дейді. Тәуке хан бүйтіп көз жанып айтып отыр. Давай эмоциямен дейді. Осы бірдеңе бар шығар дедім да тіркелдім. Потом түсініп алады ғой. Тәуке хан қате айтатын еді маркетингті. Қате. Сіз өтірік цифрлар кете береді. Планета ұшып кетеді ракетамен. Бірақ ол цифрлардан қате кетсе де, статустан қате кетсе де, потом жөнделіп, қазір уже ол грамотно айтады. Жүре келе, көш жүре келе, неге айтты сол сөзді? Сол сияқты ғой. Сен сразу идеальный бола алмайсың. Жай-жайдан бұл жерде айтып отырық қой, любой адам бұл бизнесті жасай алады, жасқа қарамайды. Ақтау қаласында бізде 75-тегі әжелеріміз айына 1 миллион теңге табады. Сенесіздер ме? 1 миллион теңге табады. Россияда, Татарстанда мен командамда 70-тен асқан әжеміз бар. Кеше Москваға келді. Ертең 5 жылдыққа келе жатыр. Золотой менеджер жапты. Ақша тауып жүр. Не істеймін үйде отырғанда дейді. Күнде бір затты қайталап жатыр ол кісі, болды. Дым қиындығы жоқ. Күнде бір нәрсені қайталау. Үздіксіз. Соған біз не істейміз? Шашақ қаламыз. Мына кісі енді сіздердің спонсорларыңыз. Ертең 5 жылдықта көресіз. Барсаңыздар. Кімдер барады деді жаңа 5 жылдыққа? Әлі ойланып отқандар бар. Көздеріңіз қызықсын деп мына кісілердің қолдарын көтергізіп жатырмын қайта. Мыналар баратыр деп. Сіздерге де мүмкіншілік бар. Мына тұрған Қызылорда, Алматы білмеймін мен. Адамдар анау Россияның, Якутияның ан жағынан, жердің мына жағынан келе жатыр. Сіздерге не, міне машинаға отырдың, міне бардың. Пойызға отырдың, бардың. Автобусқа отырдың, бардың. Көпте расход кетпейді. Адамдар қаншама жерден соған келе жатыр. Сіз өздеріңіздің спонсорларыңызды көресіздер, танысасыздар қасына барып. Президентті көресіздер. Мына жаңа Тәуке ханның партнері Айнұр Аманшиева деген. Тоже үлкен сафир жапты қазір, квартирный бонусты орындады. Автобонусты орындады. Кенжеде квартира, екеуі де маған жетіп алды қазір. Қызылордаға ең бірінші келген кезде, мен келген кезде бұл кісілер бронза ма, серебро машинамен келдік баяғыда, сол кезде сондай бір статуста болды. Бронза, серебро болды. Қазір сафир. Просто үздіксіз тоқтамай не істеп жатыр? Жұмыс жасап жатыр. Қызылорда қаласынан Алматы пен қымбат танисыздар ғой, сіздердің спонсорларыңыз автобонус орындады. Қазір қайда тұрады? Алматыда тұрады. Вот, Қызылордадан да шығып жатыр автобонустар. Неге сіздерде таппасқа? Алматы қаласынан тоже. Мен мынаны бәрін не үшін көрсетіп жатырмын? Мен командамда адамдар да мен сияқты тауып жатыр деп жатырмын. Тек мен емес. Адамдар сетевой компания барғанда бір лидер сөйлеп отырады, ойланып. Тек өзі мақтанып жатыр, хаус алдым деді, машина алдым деді, шетелге қыдырып жатырмын деді. Бұрын өмірім мынандай болды, қазір өмірім мынандай болды. Бір сказка айтатындары. Мен командамда айтып отырмын. Артынан келген глубинадағы адамдар да шыға алады. Сіздің жетістігіңізге жете алады. Мына кісілер Ақтау қаласынан болады. Жанұя отбасы несімен жұмыс жасайды осы компания. Гүлмайра өзі бірінші бастады негізі. Бірақ күйеуі военный. Военныйлар сетевойға сенбейтін кісілер ғой. Өте қатты қарсы болған. Тығылып жасаған әйтеуір телефонмен онлайн. Тығып бит жасап, енді қазір өзі қасынан қалмайды. Бірге мэрихаст айтып жүр қазір военный. Жұмысынан шықты, 20 жылын өкіметке военный болған. Бірде бір үй ала алмаған. Кредит. Назарбаевтан медаль алған. Сонымен мәз болып жүре берген 20 жыл. Медалім бар деп қояды бірден. Медаліңнен не пайда сен үйің болмаса?
Не пайда одан? Бізде медаль да бар, сертификат да бар, үй де бар, машина да бар, бәрі бар бізде. Қандай медаль керек, біз жасап береміз өзіміз осы жерде. Еще бүкіл халықты жинап, құттықтап, шапалатқыздырып, музыканттар жалдап, мықты Қайрат Нұртас жалдап, сізді мына жерде билеткіздіре аламыз даже, көйлек кигізіп, үлкен статус жатсаңыз. Вот признанияның бәрі осы жерде бізде, анау медальда емес. Соған сай ақшаңыз да болады, машинаңыз да болады, шетелге де қыдырасыз. Бәрі бар ғой мына жерде, жалпы. Мынау менің жеке кабинетім, личный кабинетім. Мына жерде 350 миллион теңге жарты жыл бұрын 350 миллион теңге общий теңге таптым. Почти қазір общий санасақ 400 миллионнан асып кетеді шығар примерно, 500 миллионға барған шығар. Осы компаниядан маған түсіп жатқан ақша. Ол просто так түсіп жатқан жоқ. Еңбектену керексіз әрине. Мен басында 1 жыл, 2 жыл үздіксіз жұмыс жасадым. 2 жылдан кейін барып мен жайлап комфортқа кіре бастадым. Демалып, қыдырып, үйде жатып, арасында телефонмен расстояние жұмыс жасап, арасында келіп кетіп, сөйтіп жасадым. Но 2 жылға дейін мен ұйықтамай жұмыс жасадым. Күнде. Мероприятие бола ма, конференция? Барам. Адамдарымды алып барам. Қатысам, тыңдайым, опыт жинайым. Сіздер де солай жеткіңіз келсе, сіздер де бұл ақшаны тапқыларыңыз келсе, мен айтам, хотя бы 1 жыл армияға барғандай жұмыс жасап көріңізші. Мысалы, былай сұрақ қойайын. Бір мекеме жұмысқа алып жатыр адамдарды. Мамандыққа қарамайды, дипломға қарамайды. Сізге айтады, 1 миллион, 2 миллион теңге зарплата төлеймін дейді. Бірақ 1 жыл таңертең 8-ден түнгі 1-ге дейін жұмыс жасайсыз. Кім кіреді сол жұмысқа? Кірмейсіз бе не сондай жұмысқа аламыз десе? 1 миллион, 2 миллионның арасында айлық беріп жатыр. Сіздің жасыңызға қарамайды. Бірақ сіздің уақытыңызды алады. Таңертең 8-ден түнгі 1-ге дейін. Сізге тапсырма береді, сіз соны орындайсыз. Бірде үйіңізге барасыз. Демалыс жоқ. Жоқ, мен қазір сондай ашылса мекеме осы Қызылордадан кіресіз ба жұмысқа соған? Или оған да кірмейсіз ба? Қалай жарамайсыз? Жеңіл жұмыс кәдімгідей. Салқын жерде отырасыз. Просто таңертең 8-де барып 1-ге дейін шыдасаңыз болды. Отырасыз, дым жасамайсыз. Телефонмен сөйлесіп отырасыз. WhatsApp'та. 1 миллион айлығыңыз жетіп тұрады. Кірмейсіз ба? Кіресіз, е? Мүмкін. Біздің компанияда мүмкін. Бірақ мен айтам, 8-ден түнгі 1-ге дейін емес. Бірақ күніне соны жасаңызшы деп. Компания 1 миллион емес, 10 миллиондай береді керек болса. Бірақ ол жердегі мекеме айтады саған, 1 жыл, 1 күн қалмау керексің жұмыстан. Соған да біз келісейік деп тұрмыз. Біздің Қазақстандан қаншама менің өзімнің досым Европаға кетті жұмыс жасауға. 1 жылға. Дальнобойщик дейма, машина айдауға. Европа. Контрактыңмен. 1 жыл. Семьясы бар, бала-шағасы бар кәдімгі. Әйелі бар. Бірақ өзі кетті 1 жылға. Не үшін кетті? 1 миллион зарплатасы, 1 миллион деп кәдімгі қуанып, ағайындары бәрі күш қылып шығарып салды семьясы. Молодец, бар деп. 1 жыл келмесең келмей-ақ қой, бар. Той садақа ше, жоқ, той садақа бәрі күтеді, бара бер бар. Енді Мерихлсқа келіп жұмыс жасап жатқан адамдарға айтсаң, 1 жыл жасашы, сыратыш шаруаларыңды сырт тасташ десең, жоқ, мен той садақа алуым керек. Мерихлс күтеді, ол дополнительный ол. Бастығы жоқ, ұрыспайды, ешкім рахат, пассив жүріп жатыр өзімен өзі. Вот сол үшін не істейді, адамдар жетістікке жетпейді. Жаңағы досымды айтам да, сосын мен сөйлестім ғой онымен. Сен шынымен де 1 жылға кетіп баратсың ба деймін. Мен 10-15 күн әрең жүрем ғой қалаларда, осы жүргенде 5 жыл жүрем ғой осы. Мен 10-15 күн, максимум 15 күн, одан артық жүре алмаймын. 15 күн, 10 күн жүрем.
Бірақ айлығым 10 миллион теңге. Сен бар жылға кетіп барасың, айлығың миллион болады ғой, қалай ол десем, енді мен кредитін жауым керек қой дейді. Одан келгеннен кейін не істейсің десем, тағы кредит аламын ғой дейді. Ананы жауып қайтадан кредит. Тым өзгермейді ғой бәрібір. Просто мына жердегі программаны Европада бір жақта жүрмін деп жасау керексіз ғой. Сыртқа шығып жасаң десем, бәріңіз қорқасыздар. Ойбай, кім танимын, ана жақта андай, мындай. Шық десе бір апта максимум барады, содан шыдай алмай қайтып келеді. Бәрі отказ, ешкім жоқ, анау-мынау. Ну, міне ғой, міне. 107-ге адамға айттыңыз ба сіз сол жаққа барып? Любой жерде солай болады, қай жаққа барсаңыз. Бірінші өз қалаңызда тренировка жасап көріңіз. Сосын опыт жинайсыз, команда жинайсыз, сосын сөйтіп шыға бересіз қалаларға. Осындай доход бәрімізге керек, Ел керек емес дейтін адам бар ма? Бәрі адамға керек қой, ақша да керек, денсаулық бәрі бар осының ішінде. Просто мына техникаларын үйреніп алу керек. Бұл жерде алып бара жатқан үлкен сабақ та жоқ. Керек емес обучение үлкен. Айтып отырық қой, академия онлайн бизнес бар. Компания жайлы білу керексіз, президентті білу керексіз, маркетинг план, өнім. Өнім күшті акция болып отыр, вообще болмаған ондай акция. Біреуін алсаң, дәл соның біреуін бесплатно тегін беріп тұр, 1 теңгеге. $10 алсаңыз, $10 товарын беріп тұр, былай айтқанда. $100 алсаңыз, $100 товарын беріп тұр. Разница жоқ. Күшті мүмкіншілік жасап жатыр да компания. Енді маркетинг планы көрсетейін. Сағатты біраз болып қалыпты жүр. Қалай болсақ? Ой, онда қоспай ақ қоясың ау деймін, Әлихан. Көрінбейді, сірі? Екі жаққа қарап сөйлеген ыңғайсыз екен, мына жаққа барып бір сөйлеп, мына жаққа барып бір сөйлеп. Бәріңіз мына жаққа отқанда вообще күшті болатын еді да. Негізі сол айтып едім кеше, мына жаққа отырыңыз бәріңіз. Алдында келгенде де айтып едім. Әлі айтып жатырмын, жарты жыл болды айтып жатырмын. Бәрібір екі жақта отырасыз дейді. Неге екі жақта отырса? Жоқ, маған ыңғайсыз сөйлеген кезде. Бойым шашылып кетіп жатыр. Бір точкаға қарап былай болса күшті болады, негізі. Мынау менде қазір. Мына доска сізге жетпейді да мына жаққа. Жете ма? Онда мына бері керек қоям. Бұл жақта бар, көрдіңіз. Сіздерге жете ма? Жетеді дедіңіз ғой. Жетеді деді ғой да? Мына жерге жақындасаңыз болады.